Сәлем достар, сонымен бірге сіздермен бірге біз онлайн сабағымыздың 11-ші күніне келіп жеттік. Бүгін сіздермен өтетін тақырыбымыз өте маңызды. Modal verbs, яғни көмеші етістіктер, модальді етістіктер туралы болатын болады. Сонымен modal verbs дегеніміз не? Ағылшын тіліндегі modal verbs-тің негізгі қызметі ол іс-әрекетті білдірмейді, ешқандай қимылды. Ол сол іс-әрекетті сипаттау үшін қолданылады. Сөйлеушінің қимылға қатынасын қалай ойлайтынын білдіреді, яғни оны қолдайтынын, қолдамайтынын, оны жасау керек, немесе жасамау керек деген секілді сол іс-әрекетке қатысты оның ойын, қатынасын білдіреді. Түсінікті, модальдық етістіктер. Қараңыздар, қарым-қатынас қандай болуы мүмкін? Бірінші рұқсат сұрауы мүмкін, сол іс-әрекетті жасауға, немесе міндеттеуі мүмкін, немесе бұйрық беруі мүмкін, немесе болуы мүмкін, немесе мүмкін еместігін болжауы мүмкін. Сонымен жалғастырайық. Ең бірінші, ең жиі кездесетін модальдық етістік ол can. Can дегеніміз жасай алу деген сөз. Мысалы, I can play football. Мен футбол ойнай аламын. I can sing. Мен өлең айта аламын. Яғни кез келген қолыңыздан келетін іс-әрекетті сипаттау үшін біз can деген көмеші етістікті қолданамыз. Келесі, ал егер біз бір нәрсені жасай алмайтын болсақ, біз оның болымсыз түрін cannot деген формасын қолданамыз. Can қысқаша түрде. I can't play basketball. Мен баскетбол ойнай алмаймын. I can play football. I cannot, немесе can play basketball. Келесі, can етістігінің өткен шағы бізде could. Яғни жасай алдым өткен шақта айту үшін can'ді өткен шақта could деп айтамыз. Мысалы, I could run fast when I was young. Мен кішкентай жас болған кезімде тез жүгіретін едім, жүгіре алатын едім, жасай алатын едім. Яғни өткен шақта could. I could run fast when I was young. Келесі, сонымен қатар can және could модальдық етістіктерін біз рұқсат сұрау үшін қолданамыз. Мысалы, can you жасай аласың ба деп сұрау үшін. Қараңыздар, can-нің екеуінің бір кішкене ғана айырмашылығы бар. Бұл could you дегенді біз сыпайы түрде сұраймыз, ал can деген жалпы түрде сұраған кезде. Мысалға, could you open the window please? Терезені аша аласыз ба деп сыпайы түрде сұраған кезде біз could деген модальдық етістікті қолданамыз. Could you open the window please? Терезені аша аласыз ба? Келесі, may, might. Бұл екі етістіктің негізгі мағынасы рұқсат сұрау үшін, болады ма деп айту үшін. Мысалы, қараңыздар. May I sit here? Yes, you may. Мен мына жерге отырсам болады ма? Я, сен отыра аласың. Түсінікті? Бұл бірінші мағынасы. Екінші мағынасы болуы мүмкіндік туралы, бір нәрсенің болуы мүмкін немесе мүмкін емес екендігін айту үшін қолданамыз. Мысалға, take your umbrella with you, it might rain. Өзіңмен бірге қолшатырыңды алып кет, жаңбыр жаууы мүмкін. Түсінікті? May рұқсат сұрау үшін, ал might дегеніміз болуы мүмкін деп айту үшін. It might rain. Келесі, must дегеніміз міндетті жасау керек деген мағынада қолданамыз. Яғни біреуге бір нәрсені істеткіміз келсе, яғни міндеттісің деп айту үшін біз must деген етістікті қолданамыз. Мысалы, I must go, I mustn't be late. Мен жүгіруім керек, себебі мен кешігуіме болмайды. I must, мен жүгіруім керек, I mustn't be late. Маған кешігуге болмайды. Түсінікті, міндеттімін, болмайды, маған жасауға болмайды. Келесі, need дегеніміз жасау керек деген мағынаны білдіреді. Ол mustқа қарағанда кішкене жұмсағырақ айтылады. Мысалға, let's go to the shop, I need to buy some milk. Магазинге барайық, мен кішкене сүт алуым керек. Яғни бұл жерге ешқандай міндеттілігі жоқ, тек алуым керек, жасауым керек деген мағынада қолданылады. Келесі, have to немесе has to. Бұл келісім бойынша жасау керек. Яғни мысалға, біреумен бір нәрсе жасауға келісіп қойсаңыз, сол кезде біз have to деген модальдық етістікті қолданамыз. Мысалға, does Әсел have to work on Sunday? Әсел демалыс күні жұмыс жасау керек пе? Яғни ол келісіп қойған ба жұмыс жасауға деп сұрап тұрмыз. Егер жұмыс жасау керек болса, я деп айтамыз, жалғастырамыз. Келесі, should дегеніміз жасаған дұрыс, яғни біреуге ақыл айтқан кезде немесе біреуге кеңес берген кезде қолданамыз. Мысалға, ол көбіне I think, I don't think деген тіркестермен бірге қолданылады. Яғни мен ойлаймын, немесе мен олай ойламаймын деген сөз тіркестермен қолданылады. Мысалға, I don't think you shouldn't buy iPhone 11, excuse me, it's too expensive. Мен сенің iPhone 11-ші iPhone-ды алуың керек деп ойламаймын,
себебі ол тым қымбат. Түсінікті? I don't think you shouldn't. Сен алуың керек деп ойламаймын. Келесі. Енді модаль кетістер түсінікті болса, практикалық бөлімге көшеміз. Сонымен достар, енді ары қарай үйренген білімімізді практикада қолданып көрейік. Ол үшін қазір мына видеоны көреміз және сол видеодағы қолданылған модаль кетістіктерді бірге талдайтын боламыз. Сонымен бастаймыз. What are you going to do here, Grandma? Well, I'm going to make pizza. Қыз сұрады, әже, сен не жасағалы жатырсың деді. I'm going to make pizza. Мен пицца пісіргелі жатырмын. Can I help you? Мына жерге назар аударыңыздар. Can I help you? Can деген рұқсат сұрап тұр. Мен саған көмектесе аламын ба? Yes, of course, but you should wear an apron. Я, әрине, бірақ сен should міне. Бұл жерде кеңес беру мақсатында қолданып тұр. Бірақ сенің фартук таққаның жөн. Should жөн. Perfect. Керемет. First we must mix everything in order to obtain the dough. Бірінші must міндеттіміз, яғни біз жасауымыз керек. Біз барлығын бірге қосып, одан кейін тесті жасауымыз керек. Жалғастырамыз. To obtain the dough. They making dough. Now we must roll the dough with the rolling pin. Мына жерде де must деп қолданып тұр, яғни біз жасауымыз керек. Can I do it, please? Can I do it, please? Мен оны жасасам бола ма? Can I do it? Can I do it, please? Бұл жерде рұқсат сұрап тұр, мен бұны жасасам бола ма деп тұрып тұр. Can. Yes, of course. Я, әрине. Тестіні жайып жатыр, жайманы. Now we're going to top it with tomato sauce, cheese, onion, bacon, and mushrooms. Can I slice the onion? Can I slice the onion? Мен жуанын кесем боламын. Бұл жерде де рұқсат сұрап тұр, сондықтан can деген етістік, модаль кетістік қолданылып тұр. No, you shouldn't. No, you shouldn't. Should деген бұл жерде бұл кеңес беру мақсатында айтылып тұр. Сенің оны жасамағаның жөн. Неге? Қазір білеміз. Why not? Because your eyes may start to burn and tears may run down your face. Себебі сенің көзің ашып, одан кейін көзінен жас ағады дейді. Бұл жерде may деген модаль кетістік болу мүмкін деген мағынада қолданылып тұр. But you can cut the bacon. Can, but you can. Яғни бұл жасай аласың, бірақ сен нені кессең болады. Cut дегеніміз кесу. You must be careful with a knife, and you shouldn't cut it so fast. You must be, яғни сен be careful. Сен байқап жасауың қажет. Пышақты қолданған кезде you shouldn't cut it so fast. Және оны тым тез кеспеуің керек. Shouldn't дегеніміз кеңес беріп тұр, must дегеніміз жасауға міндетті екенін айтып тұр. Now we must put it in the oven. We must, яғни біз енді оны духовкаға салуымыз керек, міндеттіміз must деп айтып тұр. How long should we bake our pizza? Should дегеніміз жасаған жөн. Қанша уақыт біз пиццаны пісіргеніміз жөн. We shouldn't bake it for more than 15 minutes. It could get burned. Біз оны 15 минуттан артық пісірмеуіміз керек. Пісірмегеніміз жөн shouldn't. It could get burned. Ол күйіп кетуі мүмкін. Бұл жерде болжам мағынасында қолданылып тұр could. The pizza must be ready now. Let's take a look. Пицца дайын болу керек, міндетті уже. Қарап жіберейік. Grandma, is the pizza ready? It smells delicious. You must wash your hands before you eat. Мына жерде қараңдар. You must wash your hand before you eat. Сен тамақ жеместен бұрын қолыңды жууға міндеттісің, керексің, яғни керек деген мағынаны береді must. Let's eat pizza now. You must be very hungry. You must be very hungry. Яғни сіздердің қарындарың ашқан шығар деп айтты. Yeah, we are. Grandma, could you pass me the ketchup, please? Could you pass me the ketchup, please? Could дегеніміз рұқсат сұрап тұр, сыпайы түрде қолданылады деп айттық. Сен маған кетчупты алып беріп жібересіз бе деп сұрап тұр. Please.
Of course, here you are. Thanks. Would you like some more? Would you like, яғни сендер тағы да жегілерің келе ме деп сұрап тұр, No, thanks. No, thanks. I would like an ice cream now. I would like дегеніміз мен қалаймын деген мағынаны білдіреді. Мен енді балмұздақ жегім келеді. Let's go to the park and have some ice cream, shall we? Shall дегеніміз барамыз ба деген сұрақ сұрап тұр. That sounds awesome. Shall I take my bike too? Менің өзіммен бірге велосипедімді алып барғаным дұрыс па деп сұрап тұр. Shall дегеніміз And shall I take my roller skates? Sure, you can take your bike and roller skates too. You can, яғни бұл жерде жасай алатын айтып тұр. Сен велосипедіңді де және ролигіңді бірге апара аласың. Жасай аласың немесе. Сонымен, достар, бүгін біздің практикалық бөлігіміз аяқталды. Бүгінгі сабақта сіздермен бірге модальдық етістіктер, modal verbspен таныстық, Олардың негізгі ешқандай іс-әрекетті білдірмейді, олардың негізгі функциясы қызметі іс-әрекетке деген айтушының, сөйлеушінің қатынасын көрсетеді. Жалғастырамыз. Ол қатынас қандай болуы мүмкін? Рұқсат сұрау, немесе міндеттеу, бұйрық беру, немесе ақыл кеңес беру болуы мүмкін. Can деген модальдық етістікті біз бір нәрсені жасай алатынымызды айту үшін қолданамыз. Ал cannot дегеніміз жасай алмаймын деген сөз. Could дегеніміз жасай алдым өткен шақта қолданамыз және қолданамыз келесі. Және can мен could'ті біз рұқсат сұрау мақсатында қолданамыз. Can'ді жалпы мағынасында, could'ті сыпайы түрде сұрағанда қолданамыз. Мысалы, could you open the window? Терезені ашып жібересіз бе деп сыпайы түрде. Келесі may мен might. May дегеніміз ол рұқсат сұрау мақсатында, might дегеніміз ол болуы мүмкін деген мағынада қолданылады. Болжам мақсатында. Must дегеніміз ол міндетті деп аударылады, жасауға міндетті. Need дегеніміз жасау керек, бұл mustқа қарағанда кішкене жұмсақ түрде айтылады. Келесі have to да ол да жасауға тиісті, бірақ ол келісім бойынша жасау керек деп аударылады. Should яғни ол жасаған дұрыс, яғни бір нәрсе жасаған жөн деп кеңес беру мақсатында қолданылады. Так, сонымен біздің осымен 11-ші сабағымыз аяқталды. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.